Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін нәп-нәзік болып шығатын Рафаэлла және шоколадты пончиктерін жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, рецепті сақтап алыңыздар. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сүтке сары майды салып ертіп аламыз. Қатты қыздырып алмаңыздар, жып-жылы болуы қажет. Сүтімізге шым-шым тұз, 4 ас қасық қант, 2 жұмыртқа, ванильді қант және 14 грамм құрғақ ашытқы салып жақсылап тұрып араластырамыз. Және 650 грамм ұнымызды ұн електен өткізіп, жұп-жұмсақ қамырымызды үйлейміз. Осындай жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шықты. Қамырдың бетін жауып, 40 минуттай көтерілгенін тосамыз. Біздің қамырымыз дайын. Силиконды ковриктің үстінен кішкене ғана ұн сеуіп, қамырымызды жұп-жұқа қылдырып жаямыз. Қамырдың қалыңдығын мен 0,5 см қылып жайдым. Пончиктерімізді арнайы осындай формочкалармен кесіп аламыз. Ортасын кесуге осындай насадканы қолданамын. Қалған қамырдың басын біріктіріп, қайтадан жайып, пончиктарымызды кесеміз. Пончиктеріміздің бетін жауып, жарты сағатқа көтерілгенін тосамыз. Жарты сағат өтті, осылай болып көтерілді. Қыздырылған майға пончиктеріміздің екі жағын кезекпен-кезек пісіріп аламыз. Майымызды қатты қыздырмаймыз, себебі пончиктеріміз күйіп кетеді және ортасы піспей қалады. Осындай кезекпен барлығын пісіріп шығамыз және піскен бетте міндетті түрде салфетканың үстіне майын сорықтыру үшін қойып қоямыз.
Келесі кезекте глазур дайындаймыз. Ол үшін 100 грамм ақ шоколад, 100 грамм қара шоколад, миндальный слайсы менде, сонымен қатар кокосовый стружки. Ақ шоколадымызды водяной баняда ертіп аламыз және үстінен 2 ас қасық сұйық май қосып жақсылап тұрып араластырып аламыз. Глазурымыз дайын. Пончигіміздің бір бетін осылай шоколадқа малып, одан кейін кокосовый стружкаға малып дайындаймыз. Қара шоколадпен дәл солай жасап шығамыз. Біздің пончиктеріміз дайын, үлпілдек әрі дәмі Рафаэлло кәмпиттерінен кем түспейді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.